Наурыз Қазақстанда алғыс айту күні. Соған орай біз Instagram желісінде байқау ұйымдастырып жатырмыз. Құттықтау тілектеріңізді өз парақшаларыңызға сториске жүктеп, біздің парақшаны белгілеуді ұмытпаңыздар, және тілектеріңіздің ішінде міндетті түрде Халей тәттісінің сөзі болсын. Жеңімпазға дәл осы себепті сыйлаймыз. Құрметті көрермен, дәл қазіргі эфирде болып жатқан жағдайға байланысты біз ештеңе айта алмаймыз, ешқандай комментарий да айта алмаймыз. Бірақ эфирді үзбей қараңыздар, бізбен болыңыздар. Ертең күні қалай болатынын, не болатынын біз әлі өзіміз де білмейміз, бірақ белгілі бір шешімге келеді деп ойлаймыз. Сәлеметсіздер ме, қалайсыздар? Бүгін күндеріңіз сәтті өтсін. Бүгін ауа райы өте тамаша болып тұр. Бүгін бізді эфирде қадағалауды ұмытпаңыздар. Бәріміз бірге өте қызық болады деп ойлаймын. Тимур, қалайсыз? Күшті бәрі. Жаңадан келген қатысушы сияқты болып жатсыз ба? Иә. Кешін? А? Кешін? Енді кетіп қалдыңыз ғой? Иә, я теперь новенький, вроде. Үміткер қыппеймін. Қызыңыз қалай? Күшті. Ренжіген жоқ па алдында? Кешін? Білмеймін, сіз маскасını алып тастаған кезде ашуланды ғой? Ренжімейді. Жақсы ма қазір бәрі? Иә, ертең. Тима, сізді эффектпен алайын ба? Ау? Фильтрмен алайын ба? Бәрі. Ой, Моля, қалайсыз? Айнаның алдына қарап. Көктем келе жатқан сезіліп жатыр ма? Сезіліп жатыр, мазамыз болмай. Аяу, қазақтың ақпандай бір гүлісіңіз. Неге? Осы сізде үміткер бар ма? Үміткер күтесіз ба? Тамашыға барысына кеттік. Жағаласып қалған осындай қылды. Ой, Бота. Бота, өзіңізді қандай жеміске ұқсатасыз? Жеміске? Иә. Мен өзімді грушаға ұқсатамын. Анау ұқсайды. Анау. Ананас бар. Жоқ, пиязға ұқсайды, андай жылып келген пияз бар. Басын сабы бар ма? Сіз өзіңізді қандай жеміске ұқсатасыз? Қалпанай. Вау. Груша. Қалайсыз, Баян? Жақсы. Баян, сіз өзіңізді қандай жеміске ұқсатасыз? Неге? Жеміске. Мен ба? Иә. Ананас шығар. Неге ананасқа қатысыңыз жоқ сияқты? Неге сырты андай да, қалай айтсам, іртік қалай? Сырты қалан да, короче, наоборот, іші жақсы. Керісінше да.